Қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай панно пердеге арналған жиектерді қиямыз. Бұл жерде бізде клиент өзіне керекті размерлер жазып жүрген. Биіктігі 10 см, мына жердегі узордың ұзындығы 19 см екен. Мына жердегі ұзындықтар мысалы 10 см, 9,5 10 см алсақ болады. Осыны қазір біз барлығын сызып, құрастырып, содан кейін лазерный станокта қиятын боламыз. Міне қазір жаңағы сызба бойынша, сурет бойынша сызбаны дайындап болдым. Бізде мынандай екі детальмен шығады, және де оны бір-біріне қосқан кезде биіктігі 10, биіктігі 10 см, және де ені 60 см болып шығады. Бізге осындайдан барлығы 100 штук керек. Қазір бізде сағат 1,5, жарты сағаттай бізде сызба сызуға кетті. Сол бойынша есептейік. Сонда где-то бірде бастадық жұмысты. Қазір осы барлық 100 штук оюды аппаратпен ойғанша қанша уақыт кетеді екен, соны есептейік барлығымыз. 62 см қылдырып, артығымен өлшемізді матаны қиып аламыз. Паутинкамызды қиып алдық. Қазір осының барлығын станокқа орналастырамыз, сосын қиып бастаймыз. Мінекей орналастырдым. Енді бізге компьютерде, мына жерде компьютер тұр, міне бізде. Осы компьютерде бізге осы узорды қосу керек. Мына жерден мощностьті жөндеп жіберейін. Қазір бізде сағат 14:40 минут болды. Бізде осындайдан қазір 8-8-ден әрқайсысы 3 штук, яғни 24 штук жалпы бізде дайын. Әлі жұмыс көп алда. Міне қазір сағат бізде 16:03, 4-тен 3 минут кетті. Қазір әлі де жұмыс жасап жатырмыз. Мына жерде бізде ою кесіліп жатыр. Міне енді жаңғыны басталды. Үстімай қалды. Мінекей кесіп жатыр. Бұны мына жерде бізде дайындары. Жалпы бізде қазір санап жіберейік. Әрбіреуінен бізде 8-8-ден 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 және 64 штук қазір бізде дайын. Осылай тұрғанға ойлап қалмаңыздар, бұл негізі кесілген. Тек қана былайнан үзсе, қолмен бейт тартасаса, бұл уже алынып жатыр. Біз әдейі осылай кішкене шала кесіп қойып қоямыз. Есіне жеткенше еш бұзылмай, бүлінбей әдемі болып жетсін деп. Содан кейін есі алады да бұны бөліп алып, үзіп орнына қоя береді. Сол кезде қолдануға өте ыңғайлы. Әйтпесе былайнан шашылып, қалай болса солай жатса, оны түзеткенше қаншама уақыт кетер еді.
Қазір сағат бізде 17-15 минут болды. 5-тен 15 минут кетті. Сағат 1-де бастасақ, 4 сағаттың ішінде біз осындай 100 штук оюды қиып болдық. Бұл енді өте жақсы результат деп ойлаймын. Егер қолмен қиған күнде сіздер бұны білмеймін қанша уақытта қию керек екенін. Расымен де біз сіздердің уақыттарыңыз бен нервілеріңізді үнемдейміз. Ол біздің ұранымыз. Мына жерде егер қолмен қиятын болсаңыздар, каждый бір ұшына дейін, бұрышына дейін қиюше ол түзу шығады ма, шықпайды ма дегенде қаншама денсаулықтарыңыз кетеді. Көз кетеді, қол кетеді дегендей. Сондықтан да лазермен бізге қиюға тапсырыс берсеңіздер, сіздерге осылайынан 100 штук оюды 4 сағаттың ішінде қиып бере аламыз. Мына жерде ойлап қалмаңыздар, былайынан барлығы қиылған. Қолмен бүйтіп үссеңіздер, жай ғана алынып жатыр барлығы. Біз әдейі клиентке дұрыс жету үшін әдейі осылайынан қиып береміз.